Жоқ, мен өзім қате таппадым. Бәріне бір экземплярдан дайындатып қойдым. Тамаша, Алия Валерьевна. Кешкі сағат 6-та контрактке қол қоямыз. Дайын болыңдар. Дәурен, сен мені жалпы естіп келе жатсың ба? Конечно, мам, саныру емеспін ғой енді. Ал менің күмәнім бар. Осы менің айтқан нәрселерімнің бәрі сенің бір құлағынан кіріп, екіншісінен шығып кететін сияқты. Түнде нешеде келдің? Мам, қойнышы болды. Үйде бұл туралы сөйлестік қой. Дәурен, бүгін жауапты күн. Ал сенің түрің болса мынау. Алия Валерьевна, біз Дәурен екеуміз бизнес-стратегия ойлап тұрамыз деп, таңның қалай айтқан білмей қалдық. Иә? Қашанғы тәуекел сенің артыңды жаба береді, ә? Болды ғой, енді 10 жыл өтті ғой. Баспен ойланатын кез келген шығар. Жарайды, мен кеттім. Жанар саған документтерді өз алып келеді. Айтпақшы жігіттер, кешікпеңдерші. Кешкі сағат 6-та контрактке қол қоямыз. Айттым ғой саған, маманың қасында қашан тұрасың, бөлек шығу керек. Бля, тау кейін сен бастамаш болды. Одан да қарасай саған не алғанымды. Бүгінгі контракт үшін. А? Қалай? Черный дракон. Короче, кешке саған арналған вечеринка болады. Сол жақта есептесеміз, хорошо? Аха, анау қытайлармен контрактты тексере салшы ғой. Аха. Жақсы. Алло, мам. Қалайсыздар? Да, бәрі дұрыс. Өздеріңіз. Денсаулығыңыз қалай? Гауһаршы. Алло. Тәуекел, сен ба тағы? Бля, зайбалым шығардың ғой сен менің, Тәуекел Әлімжанұлы, кешіріңіз. Жанар, бәрі дұрыс. Бара бер, бәрі дұрыс. Алмере, мен сен не үшін келгеніңді білемін, давай кейін сөйлесек, мен қазір қолым бос емес. Маған похуй сенің қолың бос па, бос емес бана. Сен кіммен байланысқанын білесің бе, Тәуекел? Сен мен кім екенін білесің ба, Папасының ақшасына өмір сүретін мамасының баласы. Алмере, мен саған айтып тұрмын ғой, шықшы кабинетінде, мен қолым бос емес. Сен алмайсың ол контрактын. Сен білмейсің, менің қолымнан не келетінін білмейсің сен, Тәуекел. Сен, бля... Ты свой шанс проебал. Түсініп тұрсың ба? Олар менің ұсынысымды қабыл алды. Болды, бітті, Алмере, бітті. Мен сені өлтіремін. Мен сені жерге көміп тастаймын. Тірідей көмем, Тәуекел. Естіп тұрсың ба, Мен сені өлтіремін. Сен осы сөзі маған қанша рет айттың? Осы жол сен тым артық кеттің. Білесің ба? Мен сен сияқты байдың баласы емеспін. Мен жазғы каникулдарымды Европада өткізген жоқпын. Мені мектептен сен сияқты автобуспен алып кеткен жоқ. Сондықтан сен сияқты Оксфордта оқымасам да, мен қазір максимальны түрде сыпайы болуға тырысам, өйткені өмір маған біраз нәрсені үйретті. Менің үстіме қымбат костюм, ботыма Calvin Klein, қолыма Rolex-тің сағатын тақса да мен ауылдың баласы болып қала берем. Әлмери. Сондықтан мына жерден көзіңді құртпасаң, ана пидорға ұқсаған түріңді, мына туфлимен быт-шытын шығарам. Анау қасыңдағы амбал көмектесе алмайды. Пошел нахуй кабинетімен. Алло, мам. Жоқ, жаңа үзіліп кетті ғой. Аха. Жоқ, бәрі дұрыс.